Импотенция немесе мүше әлсіреуі. Қазіргі кезде осы проблемамен жастар да, үлкендер де келіп жатыр. Бұрынғы кезде бұндай проблемалар жастарда болмайды деуші еді. Қазіргі кезде өте жас жігіттердің өзінде де осындай проблемамен келіп жатқандар көп. Мен Ернұр Айнаев, 15 жылдық тәжірибесі бар уролог, андролог, PhD дәрігерім. Парақшамда ерлер денсаулығы жайында тіркеліп кетіңіздер. Соңғы кезде мүше әлсіреуі, импотенция неге жасарып кетті, неге қазіргі кезде өте көбейіп кетті. Себептеріне ол гормоналдық бұзылыстар, стресс, депрессия, қан тамыр жүйесіндегі проблемалар, психологический проблемаларда өте қатты әсер етіп жатыр. Осыларды әрқайсысын ашып кетейік, сол кезде біздерге түсінікті болады. Гормоналдық бұзылыстар қазіргі кезде біздің ішіп жеп жатқан тамақтарымызға байланысты. Көп тамақтар натуральный тамақтар емес, көп тамақтарда нелер ГМО-лар өте көп. Олар еркектердегі әйел гормонын көтереді. Тәтті өте көп жейміз. Ол да еркектерде әйел гормонын көтереді. Әйел гормон көтерілген кезде еркектер семіруге бейім болады. Семіргеннен кейін ол да әйел гормонын көтереді да, ол тестостерон гормонының төмендеуіне алып келеді. Ал тестостерон гормоны мүшенің тұруына тікелей жауап береді. Екінші, гормоналды бұзылыстарға тағы не алып келеді? Гормоналды бұзылыстар мынау тестостерон гормонының аталық безі, яғни жұмыртқалар продуцировать етеді. Егер жұмыртқаның қызметі бұзылған болса, қандай да бір себептермен, көбінесе көп жағдайда ол бұрынғы кішкентай кезінен бастап жұмыртқа уақытысында орнына түсірмеген болса, жұмыртқалар қандай да бір себептермен травма болған болуы мүмкін, қабыну болған болуы мүмкін, перекрут болған болуы мүмкін, жұмыртқалар кішірейіп қалған болса, ол да аталық тестостерон гормонын шығаруын, өндіруін төмендетеді. Немесе қазіргі кезде өте жиі кездесіп жатқан варикоцелия диагнозы, жұмыртқаның венасы кеңейіп, жұмыртқаны қоршап алып, жұмыртқаны қыздырып, температурасын көтеріп, жұмыртқаның қызметін төмендетіп, тестостерон гормонының төмендеуіне алып келеді. Ал тестостерон гормонының төмендеуі ол біріншіден мүшенің әлсіреуіне алып келеді, екіншіден семіруге алып келеді, үшіншіден депрессияға, стрессқа бейім болады. Ешқандай жұмыс бастауға настроение болмайды, үйде диванда жататын болады. Мынау сүйектегі минеральный плотностьқа дейін жауап береді. Бауырды май басады, қан тамырлар жүйелерін май басады. Сүйектің минеральный плотності төмендеп кеткеннен кейін остеопороз болады да, мысалы сүйек сынуға бейім болады. Сол үшін тестостерон гормоны ол біздің ағзадағы атқаратын рөлі өте жоғары. Ол тек қана бір мүшеге ғана, мүшенің тұруына ғана жауап бермейді, ол бүкіл біздің денсаулығымызға жауап береді. Бірақ бір қызығы, тестостерон гормоны түсіп келе жатқан кезде, ол поэтапно әр органдарды өзі бұзып келеді да, ең соңында ғана мүшені құлатады. Енді бізде қазақтың менталитетінде ол до конца жүреді. Бір жері түсіп қалмайынша, өкінішке орай, яғни мүшесі уже жұмыс істемей қалғаннан кейін де 1-2 жыл, 3-4 жыл жүреді, содан кейін барып уже үйінде әйелі проблема шығарып бастаған кезде ғана барып келіп тексеріле бастайды. Өкінішке орай. Бұл гормоналдық бұзылыстардың болған проблема. Екінші, сосудистый бұзылыстар, ол да бағанағы тестостерон гормонының бұл жерде атқаратын рөлі жоғары. Тестостерон гормоны төмен болған кезде қан тамырлар ішінде май баса бастайды, атеросклероз сосуды. Енді мүшемен, мынау периферия дейміз, аяқ қолдардың қан тамырлары өте жіңішке болады. Сол жіңішке қан тамырлардан бірінші бастап бітеліп бастайды. Енді аяқ пен қол бізге оны сигнал бере алмайды. Максимум аяқ пен қол бізде терілеп жүру мүмкін, немесе мұздап жүру мүмкін. Сол қан тамырлардың забивация етілген белгісі болған болуы мүмкін. Ал мүше болса, ол қан тамырлар жүйесі бітеліп қалатын болса, ол мүше тұрмай қояды, жұмыс істемей қояды, болды. Яғни, егер кімде мүшесі қан тамырлар жүйесі бітеліп қалған салдарынан тұрмай қалатын болса, ол кісіде 4-5 жылдан кейін жүрегінде үлкен проблема болатын вероятность жоғары. Себебі ол майда қан тамырлар жүйесінен басталады да, үлкен қан тамырлар жүйесіне қарай кетеді. Ал жүректі қанмен қамтамасыз ететін қан тамырлар, олар үлкен. Бірақ сол қан тамырларға дейін де жетеді определенный уақыттан кейін. Егер ол мүшендегі болған проблеманы сразу устранить етпесе, яғни біздің мүшеміз біздегі үлкен проблемалардың алдын ала көрсететін бір сигнал ретінде қабылдау керек. Егер кімде мүшесі жұмыс істемей қалса, қан тамырлар жүйесі забивация етілген салдарынан,
значит ода басқа да үлкен денсаулығы мен проблемалар болу ықтималдығы жоғары деген сөз. Психологически біздің еркектер ол негізі мен всегда инстаграмда тыңдасаңыздар нәзік жанды дейміз да. Себебі бізде ойлаймыз ғой, нәзік жанды ол әйелдер деп ойлаймыз ғой, негізі керісінше еркектер нәзік жанды. Еркекті бір-ақ сөзбен сындырса болады. Әйел егер еркекке мүшең кішкентай екен, мүшең тұрмайды, мүшең әлсіз деген сияқты мүшесімен связаны бір нәрсе айтатын болса, ол еркекте ол мүшесін бір күнде сындырып тастауы мүмкін. Ертесі күні, сол күні даже мүшесі құлап, жұмыс істемей қалуы мүмкін. Бұл психологически. Психологически мен органическийдің айырмашылығы, психологически бірден балтамен шауып тастаған сияқты сразу болады да проблема. Бүгін кеше ғана нормальный еді, бүгін істемей қалады да, и ол жастарда көп кездеседі. Ал органически ол әлсіреп барып соңында құлайды. Төбінде ол істемей қалады. Психологически мен органическийдің жаңағы несі айырмашылығы, психологически қалай тез құлады, солай тез көтеріледі, жұмыс істеп кетеді. Ал органическийда ол ұзақ уақыт өте келе, ұзақ уақыт емес, қазіргі кезде ол тез-ақ құлап жатыр, бірақ бір күнде емес, бір айда, 2 айда, 3 айда ол жайлап құлайды да, и оны көтеру де соншалықты ұзақ болады органическийдің. Тағы да мынау сосудистый проблемаларға алып келетін себептер ол жаңағы сахарный диабет. Сахарный диабет те тоже біздің сосудтарды, бұл жаңа нелер, сахарный диабет қан тамырлар жүйесінде қанның көбеюі салдарынан бұл қан тамырлар жүйесіндегі проблемаларға алып келеді. Ангиопатия. Ол сосудтардағы проблема төменгі аяқтан, қолдан басталынады да, и сол сосудтарды бітеп бастап, тоже мүшедегі сосудтарды да бітеп бастайды. И сахарный диабетпен ауыратын адамдарды көп жағдайда ерте мүшенің әлсіздігіне, импотенцияға алып келеді. Сол үшін сахарный диабетпен ауырмайтын жолды іздеу керек. Сахарный диабетке, мысалы, тестостерон гормонының төмендеуі де сахарный диабетке алып келеді көп жағдайда. Сол үшін тестостерон гормонын бізге жоғары уровеньде ұстап тұру выгодно, бізге пайдалы. Егер сізде қазір денсаулығымен проблема болмасын десеңіз, тестостеронның мөлшерін жоғарғы уровеньде ұстап тұру керексіз. Сол кезде, өйткені сіз білесіз, қазір медицина жылдан жылға қымбаттап келе жатыр. Егер сол қымбат медицинаға ұрынбағыңыз келсе, сіз тестостерон мөлшерін жоғары уровеньде ұстап тұру керексіз. Жоғары уровеньде ұстап тұру керек үшін сізде артық салмақ болмау керек, сіз көп қимылдау керексіз. Кішкентай балаларыңызды қазірден бастап жұмыртқасын дұрыс дамуына, жетілуіне көңіл бөлу керексіз. Егер олар дұрыс дамымай, дұрыс жетілмей, кішкентай болып қалып қойған болса, ода өмір бойы тестостерон гормонымен проблема басталады деген сөз. Сол үшін егер балаларыңызда немесе өзіңізде сондай проблема болмасын десеңіз, кішкентай кезінен бастап ол тестостерон гормонына, жұмыртқалардың дамуына қатты көңіл бөлу керек. Бұл видеода мен эректильді дисфункцияның себептеріне тоқталдым. Келесі видеода шешімін қалай тапсақ болатынын айтатын боламын. Видео ұнаған болса төменге лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі жолы қандай тақырып қозғағанымызды қаласаңыздар, комментария жазып кетіңіздер. Сол тақырыпта міндетті түрде қозғауға тырысатын боламыз.